жарық жұлдыздарымыз. Ең алғаш мектеп қабылдырығына аттаған оқушылардың бірінші күннен байқалған басты ерекшеліктері олардың дұрыс сөйлеу қабілетінің дұрыс дамымағандығы, өз ойларын толық жеткізе алмағандығы, дыбыс артикуляциясының дұрыс қалыптаспауы. Және де олардың осы озық ойларын дұрыс жеткізу үшін, олардың ішіндегі сырларын шығару үшін, талантын ашу үшін мына біздер ұстаздар қажырлы еңбек етеміз. Енді сіздердің алдыларыңызда мысалға жарқырап тұрған жарық жұлдыздарымыз ол біздің оқушыларымыз. Оқушыларымыз әрқашанда аспанда жарық жұлдыздай болып жарқырап тұрсын деймін. Енді сіздерге мен өз тәжірибемнен өткен бір іспен бөліскім келіп отыр. Назарларыңызды салсаңыздар. Ал тыңдасаңыздар, сіздер осы жағдайдан қалай шығар едіңіздер? Мысалға, бұл оқушы сөйлеу дағдысы дұрыс дамымай тұрғандығы және де оқу жылдамдығының өте аз болып тұрған жағдайда сіздер не жасар едіңіздер? Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Дұрыс айтасыздар. Оның тіл байлығын дамытуға және де оның оқу жылдамдығын арттыруға бірнеше әдіс тәсілдерді немесе идеяларды қолданып көбейтуге болады, иә? Сол тұрғыда мен осы жағдайдан мынандай тәсілдермен, идеялармен шыққан болатынмын. Келесі. Алдыларыңызда комикс әдісі, яғни комикс идеяларды, әртүрлі суреттерді, жанрларды, ертегілерді комик платформасы арқылы балаға қолжетімді болған кездерде оның жай қарапайым қара сөзбен жазылған жазуларды оқығанға қарағанда әртүрлі түрлі түсті суреттермен бейнеленген мультхикаялардың кейіпкерлері немесе қазіргі трендте болып жатқан әртүрлі кейіпкерлердің кейіпіне еніп, осылай комикс әдісі арқылы жасалған суреттерге қарап оқу оған өте қызықтырақ болады, жай қарапайым суреттегілерге қарағанда. Келесі адасқан әріптер әдісі. Шартты әріптердің ішінен айтылған бір әріпті табу, яғни бір қағаз бетіне әртүрлі әріптер жан-жағына шашыраңқы болып жазылады. Соның ішіне керекті бір әріп, мысалға, о әріпін тауып берші маған деген кезде, сол әріпті тез арада тауып, және де сол әріптердің санын санау. Бұл біріншіден баланың зейінін тұрақтандырады, және екіншіден бәсекелестік. Бірін-бірімен кім бірінші бітеді екен, кім бірінші табады екен деген, бірін-біріне деген балалардың бәсекелестік тудырады. Үшінші әдісіміз теріс оқу әдісі. Яғни қарапайым мәтінді қағаз бетінде болсын, кітап бетінде болсын, сол мәтінді айналдыра отырып теріс оқу. Яғни ол баланың көзін тұрақтандыру. Яғни ол миға қонымсыз жағдай сияқты болып келгенімен, оны да оқуға болатын, және де осы ситуациядан да шығуға болатын бала түсініп оқи алады. Келесі шарт, төртінші жабық әдісі. Яғни қолдарымен, мысалға өздеріңіз жасап көріңіздерші, оң қолдарыңызды алып, оң көздеріңізді жапсаңыздар, сол көзбен кітап бетіндегі мәтінді оқисыздар. Келесі, сол көздеріңізді, сол қолдарыңызбен жапсаңыздар, мәтінді оқығанда оқушының көзінің бір ғана көзі сол мәтінге түседі. Яғни сіздер білесіздер ғой, адамдарда мысалға екі көзінің де көру қабілеті екі түрлі болады, иә? Сол сияқты оқушыларда да солай зейінін тұрақтандырады. Және де осы әдіске тағы да қоса айтып кететін екі құлақты жабық оқу әдісі. Келесі мотор әдісі. Яғни ми мен қолдың бір-бірімен жұмыс жасауы. Екі қолымызды алдыға созып, бас бармағымызды тез, ақырын, баяу айналдырған кезде оқушы баяу оқиды. Ал егер оны біз тез-тез айналдырсақ, оқушының оқу жылдамдығы арта түседі. Яғни ол осы қолының саусағының бір-бірімен, ми мен қолдың екеуінің ара қатынасын бір-біріне реакция бергеннен олар тез-тез жылдамдық қозғалысын арттыра түседі. Келесі әдіс дыбысты қағып алу. Келесі жетінші әдісіміз волонтер әдісі.
волонтер бұл еріктілердің, яғни жоғарғы сынып оқушылардың бастауыш сынып оқушыларына келіп, қастарында бір 45 минуттық уақыттарын бөліп, олардың оқу жылдамдығын тексеру, олардың сауатты оқып жатқандарына мән беру. Мысалға біз ұстаздар 45 минут бойы барлық 25 оқушыға бір уақытта көңіл бөле алмай қалып жатамыз. Сол сәттерде маған волонтерлар өте жақсы көмекке келіп тұрады. Мен оқушының болашағына әсер етушімін. Мен ертеңгі қоғамның көшбасшыларын тәрбиелеушімін. Мен өз ісіне адал, үздіксіз ізденісте болатын маманмын. Мен қоғамның іргетасын қалаушын ұрпақ тәрбиелеушімін. Табысты ұстаз, табысты шәкірт. Енді осы бағанадан бері жүргізіп жатқан тәсілдер, идеялардың арқасында мен өз оқушыларымның оқу деңгейін жақсарттым. Яғни, бұрынғы кездерде 20-30 сөз оқып отырған оқушыларым осы техникаларды, тәсілдерді қолдана отырған кезде 50%-ға дейін оқу жылдамдықтарын арттырды. 70 сөзге дейін, 80 сөзге дейін оқитын оқушыларым көбейді. Енді қараңыздаршы, сіздердің алдарыңызда не пайда болды? 7 қарақшы, дұрыс айтасыздар. 7 қарақшы жұлдызы. Ол ең жарық жұлдыз, ең шоқ жұлдыз, адасқан адам жол көрсететін жұлдыздар. Яғни бастауыш сыныпқа келген оқушы бірінші күннен бастап ол адасып келеді. Өзінің ата-анасының қол астынан мектепке жаңадан келіп, ол енді үйреніп жатқан кезде адасқан оқушыға біз ұстаздар бағыт-бағдар беріп, оның талантын ашуға, оның дарынын ашуға өз септігімізді тигіземіз. Яғни әр оқушы шоқ жұлдыз. Дарынды балаларға талантты ұстаз деген тақырыпқа сай, біз әр бала дарынды екенін білеміз, сол дарынды аша алатын ұстаз бола білейік. Назарларыңызға рахмет.